Ассаламу алейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі Әулие-ата дін тамдық бағдарламасының қонағы Қазислам ақпараттық талдамалық порталының үйлестіруші, ислам құқық ғылымдарының докторы Бердалиев Исатай Тұрғалиұлы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы уахабилік діни ағымның зияны туралы сөз өрбітетін боламыз. Құрметті Исатай Тұрғалиұлы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Исатай Тұрғалиұлы, уахабилік діни ағымның мақсаты не? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Уахабилік діни ағымның негізгі шығу тарихы, әр нәрсенің шығу тарихы өз мақсатына тікелей байланысты ғой. Бұны сонау 100 жылдар, 50 жылдар алдын бұл вахабизмнің негізін дайындаған. Бұл вахабизмнің негізгі мақсаты бұл ислам дінін бұзу. Негізгі мақсаты ислам дінін бұзу. Ислам дінін бұзғанда бұл жүйелі түрде, жаңағыдай біз ислам дінін бұзамыз деп қанша жылдардан бері келе жатыр. Құран, хадис, ғұламалардың ғылымдары бойынша ислам діні сақталып келе жатыр. Яғни бұл жерде қандай сұрақ туындайды? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде мен ислам дінін ақыретке дейін сақтаймын деді. Деп мұсылмандарға уәде берді. Құран-ы Кәрімде сақтаймын деп уәде берді. Енді Алла Тағала Құран-ы Кәрімді қалай сақтап келе жатыр? Менің бір затым болатын болса, мен мұны өлгенге дейін сақтаймын деген кезінде мен бұл затты бір нәрсенің көмегімен сақтаймын ғой. Мысалға, үйдегі шкаптың ең бұрышына апарып салып қоямын, ешкімнің қолы тимейтін жерге. Шкап мен үшін өлгенге дейін сол затты сақтауға міндеттеледі. Сол сияқты Алла Тағала Құран Кәрімді ақыретке дейін сақтауды кімдерге жүктеді? Деген кезімізде Құран Кәрімді ақыретке дейін сақтауды ислам ғалымдарына жүктеді. Ислам ғалымдары Құран Кәрімді оқыды, жазды, қалай оқылу керек екені ғылыми тұрғыдан түсіндірді, шариғаттың қалай дәрет алу керек екенінен бастап бүкіл салалары бойынша кітаптар жазды. Соның ішінде Құран Кәрімді оқу құралы ретіндегі тәжвид ілімін білеміз. Тәжвид ілімінде Құран Кәрімдегі әріптердің қай жерден қаншалықты, қай дәрежеде шығатынына дейін ғылыми тұрғыдан ғалымдар дәлелдеп жазып кетті. Міне, ислам діні осы арқылы қорғалып отыр. Енді бұлардың мақсаттары, шығудағы, енді уахабизмнің шығудағы мақсаты жүзеге асты ма деген кезде біз күні бүгін көріп отырмыз. Жаңағы исламды бұзу үшін ғұламаларды мойындамай бастады. Қазір біздің қоғамда бір мұсылман екінші бір мұсылманға жолыққан кезде не деп айтады? Мазхаб ұстанасың ба дейді. Иә, мен Абу Ханифа мазхабынанмын дейді. Онда сен мұсылман емессің дейді. Екінші айтады, мен мазхаб ұстанбаймын дейді. Неге? Менің алдымда Құран бар, хадис бар. Мен Құранға, хадиске қарап исламды үйренемін, болды дейді. Алла Тағаланың ақыретке дейін исламды қорғайтын ғалымдарды не істеп отыр? Жоққа шығарып жатыр. Мойындамай жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл исламды бұзудың бірінші этабы деген сөз. Бірінші этабы деген сөз. Бұндай ғалымдар қазақ қоғамынан шықты ма? Исламға қарсы атеистік дөнемде қателеспесем 1968 жылы Алматыда тұратын Тоғжигитов деген азамат Құран ақиқаттары деп кітап жазды. Құран ақиқаттарында ешқандай ғалымның пікірін алмаған, тек Құранды алдына қойып, өзінің түсінігі бойынша, яғни өзінің сана сезімінің жеткен жеріне дейін Құраннан қателік тапқан. Осылайша қазақ қоғамына қазақ тілінде Құран ақиқаттар деп кітап шығарған. Бұл кітапты қолыңызға сіз алған кезде тақырыбына қарасаңыз, кітаптың мұқабасына қарасаңыз, Құран ақиқаттары. Бұндай уақытта жай адам мен Құранның ішіндегі ақиқаттарды оқып жатыр екенмін. Нағыз ислам дінін оқып жатыр екенмін деп оқисыз. Ал ол кітапты ашып оқыған кезде Құранның ішіндегі мынандай қателіктер бар, қажылыққа бармаңыздар, зекет бермеңіздер, оның барлығы ашын адамдардың Құранды қате түсінгендіктен болған нәрселер деп айтып жатады.
Бұл кітапқа Қазақстаннан ғалымдар жауап берген ғалымдар болды. Оның бірі Сәдуақас Қажы Ғылмани. 1971 жылы Құранға жабылған жалалар мен өтіріктер деген кітап шықты. Ол кітап бүгінгі таңда қоғам тарапына таратылды. Міне көрдіңіздер ме? Уахабизмнің шығудағы мақсатына сай жүзеге асырылып жатыр ма? Асырылып жатыр. Бүгінгі таңда азаматтар ислам ғұламаларының сөзіне емес, тек Құран мен хадиспен жүргісі келеді. Осы кеше Байзақ ауылына барған кезімізде бір ақсақал пайғамбарымыздың мынандай деген хадисі бар деп бізге алып келді. Сөйтіп мен ол кісіге сол хадисті алдында оқығаным үшін ол хадисті тәпсірлеп түсіндіріп бердім. Ол кісілер негізгі мақсаты мынау екен ғой, біз сөзбе-сөз түсінгеніміз үшін қате түсіндік деген пікірлер жазып жатыр. Соның тағы бір айта кетерлік мәселе, бір мұсылман адамға, мұсылмандықты жаңадан енді қабылдаған адамға Құранды сыйға беру, яғни Құран сыйға берген жақсы, аудармасын осыдан ары қарай мұсылмандығыңды осыдан ары қарай жалғастырасын деп Құранды қолына берсек, біз қателесеміз. Берген адам қателеседі. Неге? Құран кәрімде қалай дәрет алу керектігі, қалай намаз оқу керектігі, намаздың қанша рәкат болатыны, шариғаттың негізгі мақсаттары түсіндіріліп жазылмаған. Ол жерде негізгілерін ғана жазып өтіп кеткен. Бұл Құранды, пайғамбарымыздың хадисін біз түсіну үшін ислам ғалымдарына мұқтажбыз. Енді мынау уахабилердің исламға, қоғамға зияны қандай? Соны айтып кетсеңіз. Уахабизмнің қоғамға зияны, бұл қоғамдағы зиянның ең басты мәселесі, бұл қоғамдағы белгілі бір ұлттың ұлттылығыны, дәстүріні жоққа шығару. Бұны қалай жоққа шығарып, олардың тағы бір сұрақтары, екінші қарсысындағы адамдарды жаңылдыру үшін мынандай бір сұрақ қояды. Сен кімсің дейді. Мен айтам, қазақпын. Ал өзің кімсің десем, мен мұсылманмын дейді. Қазақтығың қайда қалды? Мен қазақ емеспін дейді. Мен мұсылманмын дейді. Содан кейін қоғамда өмір сүріп жатқан адамдар ойланады. Мен мұсылманмын ба, әлде қазақпын ба? Ондай сұрақ қояды сізге. Мұсылмансың ба, қазақсың ба? Қазақ дейін десем, онда мұсылмандығың қайда дейді. Мұсылманмын дейін десең, онда қазақтығың қайда деген ойдың арасында қаласыз. Сол кезде, сол ойдың арасында тұрған кезде, вахабиттік негізгі мақсатын жүзеге асыру үшін ұлтты жоққа шығару керек қой. Ұлтты жоққа шығару керек қой. Ұлтты жоққа шығарсын, сондай ойда тұрған кезде, сен, бауырым, мұсылмансың, Алланың құлысың. Біз барлығымыз бір бауырымыз. Ұлтты сіздің сана сезіміңізден жаймен жоя бастайды. Күні келеді, жергілікті ұлт деген нәрсе бұл қалмай қалады. Құран кәрімде Алла тағала ашық, жорамалдауға келмейтін нақты жазып қойған. Мен ұлтқа және ұлысқа бөліп жараттым. Адамдарды ұлт пен ұлысқа бөліп жараттым деген Алла тағаланың сөзі бар. Құран кәрімдегі сөзді жоққа шығарып жатыр ма бұлар? Жоққа шығарып жатыр. Қоғамның негізгі мақсатын жоққа шығарып жатыр ма? Жоққа шығарып жатыр. Сонымен қатар бір ұлттың өзіне тән салт дәстүрін жоққа шығарады. Мысалға, қазақтарда басқа ұлттарда болмаған келіннің үлкенге сәлем салуы. Бір арабтың үйінде тұрып қазақтың келіндерінің қалай сәлем беретін іс әрекет арқылы көрсеткен кезде олар айтады, бір мұсылманның екінші бір мұсылманның немесе басқа бір нәрсенің алдында иілуіне, яғни рүкуге баруына рұқсат жоқ, харам нәрсе ол. Қазақтың салт дәстүрін білмеген адам, мен де білмесем, бұл нәрсені мен де білмесем, тура осындай осыған ұқсас бір салт дәстүр араб жерінде осындай бір осыған ұқсас бір салт дәстүр болатын болса, мен айтар едім, ол болмайды. Мысалға,
Мысыр еліне барған кезімізге біз көшеде тұрып машина тоқтатсақ бүйтеді. Мынау әрекет бізде өте жаман әрекет. Мына әрекет бізде өте жаман әрекет. Оларда әр машина өткен сайын осындай бір әрекет көрсетеді. Содан кейін біз бұл мынау не әрекет деп арқасына түстік, іздестірдік. Сол кезде мынау деген сөзіміз машина тола деген сөз екен. Мен бос емеспін деген сөз екен оларда. Сол сияқты басқа да әрекеттері бар. Қазір оны көрсетуге өзімді ұялып отырмын, бірақ ол жаққа барған азаматтар, біздің замандастарымыз біледі, сондай бір жаман бір әрекеттер, біздің қоғам үшін жаман, олар үшін өте жақсы бір әрекеттері де бар. Сондай әрекеттерді бір арабтан, вахабистік бағыттағы жүрген бір арабтан сұраса, ол бірден үзіп айтады. Бұл нәрсені ол қоғамда жасауға болмайды, шірк амал бұл дейді. Аллаға ортақ қосу деп айтады. Ал мен мына жақтан арабтардың мына істеген амалы шірк амал, Аллаға ортақ қосу, бұл амалдары харам деп айтып отырмын ба мен олар үшін? Айтып отқан жоқпын. Мен барған кезімде бұл әрекеттің не үшін жасалатынын, неғып жасалатынын, бұл әрекеттің мақсаты не екенін іздестірдім. Бір араб, егер араб еліндегі дұрыс бағытта Абу Ханифа, имам Шафи, имам Юсуф, төрт мазхаб негізінде оқыған ғалым болатын болса, бұл біздің қазақ салт дәстүрдің не үшін жасалады, неғып жасалады, мақсаты не жасалудың деген сияқты сұрақтарын қойып, одан кейін барып бұл амалдың үкіміне, бұл амалға өзінің үкімін шығарушы еді. Вахабизм бағытындағы не деді? Бірден кесіп атты. Бұл қоғамға берген үлкен зияны. Осылайша қоғамда алауыздық туындайды, туыстар арасында келіспеушіліктер болады, достардың арасына алажып түседі. Осылайша қоғам өзінің діттеген мақсатына жете алмай қалып жатады. Жақсы. Исатай Тұрғайлыұлы, бүгінгі бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.